Қабанбай батырдың 78 жасында шыққан соңғы жекпе-жегі. Қабанбай батыр 103 жекпе-жек өткізіп, оның барлығында жеңіске жетеді. Соңғы жекпе-жегіне 78 жасында шыққан. Арада біраз жыл өткеннен кейін Қабанбай батыр қатты төсек тартып жатып қалады. Сонда Құдайдан ауырып жатып тілегені, осыншама соғыс майданында жүріп, қайдағы жоқ ауылдағы малшылар құсап өлемін ба деп қатты қайғырады. Батырдың төсек тартып жатыр деген естіп, Шапырашты Наурызбай, Батыр Баян секілді баһадүрлер келіп қоштасып кетіп жатады. Батырлардың қоштасқанын көріп, бәйбішесі Қанбибі көз жасын тыя алмайды. Сол уақытта жау шапты деп суағында сарбаздар кіріп келеді. Сөйтсе ол Әтеке Жырықтың баласы екен. Қабанбай батыр төсек тартып жатыр дегенін естіп, ол өліп қалмай тұрып, әке кегін қайтарамын деп атқа қонған екен. Оны естіген Қабанбай батыр риза болады. Әке жоғын жоқтап, әкесінің кегін алуға келген ғой дейді. Бірақ олар батырдың ауылында қалың әскердің барын білмей қалады. Оларды көре сала Қабанбай батыр да атқа қонады. Соңғы қайратын жинап атқа қонған кезінде көздерінен от пайда болып, баяғы жауға шауып жүрген кезіндей өзін еркін сезінеді. Келген жауларының бәрі қаша бастайды. Әтеке Жырықтың баласы артына қараса әскері жоқ, өзі де қашады. Оны көрген Қабанбай батыр соны қуа жөнеледі. Біраз жер қуып, көп ұзап кетеді. Қабанбай батырдың оңаша шығып кеткенін көріп, атының басын кері бұрады. Қабанбай батырға қарсы шабады. Оны көрген батыр бабамыз жақындап қалған кезінде 15-20 метрден найзасын лақтырады. Кәнігі болған әккі қол бұл жолда мүлт кетпейді. Әтеке Жырықтың баласын атының үстіне жұлып түсіреді. Өзі біраз жерге шауып барады да атының үстінен құлайды. Қасына Сардараға деп сарбаздары келгенде батырдың жаны үзілген еді. Осылайша Қабанбай батыр соңғы жекпе-жегін өткізіп, ерлікпен жан тапсырады.